Апай, неге олай жасадыңыз? Кішкене күтсеңіз беретін едім ғой. Мен қазір қыс ауасында қайда барамыз балалармен? Жаурайды ғой. Кішкене күтіңізші, мен төлеймін сізге, апай, түсініңізші. Апай. Апай. Мам, енді қайда барамыз? Енді не істейміз? Еще дала суық қой. Мам, айындамаңыз, бір амалы табылар. Дана, шайын дайын ба? Я, дайын. Келе ғой. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әкешім. Ренат, бірден айтсам мақұл дейсің ба? Ол не? Маған 50.000 теңге берші. Шай ма? Оқыт заттарым бітіп қалды. Оның үстіне өзің білесің, қазір бәрі қымбаттап кетті. Жарайды. Рахмет, жаным. Мам, бүгін киноға барсам бола ма? Апай өзі алып барам деп жатыр. Неге менен сұрайсың, әкең отыр ғой? Пап. Көреміз. О, демек болады деген сөз. Пап, алмаған ше, менен о берегізек алым келеді ғой. Бол, пападан ақша сұрай бермесеңдерш, тауысып бітіретін болдыңдар ғой бәрің. Осы қызымның ақылы көп. Үй жаным сол. Хәне, шайларын ішіндер. Балалар, тездетіңдер, мектепке кешігесіңдер, шай ішіп алыңдар. Отырыңдар. Ту, мам, дым жоқ қой шай ішкенге. Айман, алдыңа қойған діндеме іше берсе көп сөйлемей. Қайта осы ит тапқанымызға шүкір деңдер. Ту, мам, айтшы маған. Тыныш болды. Осы айдың кредитін жабайық. Сосын қалағандарыңды әкеліп қоям. Алдымен қарыздан құтылайық та. Жарайды. Арука қайда? Ол сабаққа бармайым деп жатыр. Неге? Білмеймін. Ару, Ау, мам, неге сабаққа бармайым деп жатсың? бүгін сабақ болмайды. Не үшін? Екінші сабақтан кейін апай киноға апарам деп жатыр. Менде киноға баратын ақша жоқ. Тұр, бар шайыңды іш. Барасың. Ақша не істеймін? Мен берем. Қойыңызшы, өзіңіз қарыздарға жеткізе алмай жүрсіз ғой. Дана, сырт киімді әперші. Рахмет. Бір нәрсе айтайын деп тұрсың ба? Мынау. Бұл не тағы? Үйге керекті азық-түліктің тізімі ғой. Кешке келерді ала келші. Жарайды. Қыздар, болыңдар, сабаққа кешігеміз. Бүгін машинен алдына мен отырам. Жоқ, мен отырам. Мен тұрғанда сендерге не жоқ? Ару, киноға баратын болдың ба? Жоқ, екінші сабақтан кейін қайтатын шығармын. Неге бармайсың? Жүрсе қызық болады, көресің. Барғым келеді. Сол ақша жағы қиын болып тұр. Түсінікті. Ару, Ау, бір нәрсе сұрасам ренжімейсің бе?
Шоға айта бер. Біздің подъездге көшіп келгендеріңе біраз болып қалды. Бірақ, неге сендер жайлы көп нәрсе біле бермеймін? Не білгің келеді? Мен сенің әкеңді мүлде көрмегем. Бірақ, неге содан ақша сұрамайсың? Всегда анаңды айтасың. Мен әкем бұл өмірде жоқ. Қара мен не алғанымды. Вау, күшті ғой, кім әперді? Әкем әперді. Саған сонда боянуға рұқсат бере ма? Иә, бұл жай балалардікі ғой. Қайдан білейін? Бізде мамада ғана бар косметика. Еще пудра мен помада ғана. Ұнайма, қаласын саған біреуін берейін. Жоға, бұл сенікі ғой? Алсай, біреуін саған сыйлағым келіп тұр. Рахмет көп саған, Балжан. Менің мамамның қолы ашық адам. Мен де сол сияқты болғым келеді. Солай ма? Жақсы екен ғой онда. Алло, Ренат. Ақша салам деп едің ғой. Қалаға шығып баратыр едің? Қазір. Түсіпті. Рахмет. Артығымен салыпсың ғой. Айтпақшы, мен жазған заттарды ұмытпашы, иә? Күнің сәтті өтсін, жаным. Мам, уайымдамаңыз. Құдай өзі жеткізеді, өзіңіз солай айтушы едіңіз ғой. Иә, балам. Ертең ақ мен ер жетем, сосын әкемнің орнын білдіртпей, сіздерді өзім асырайын. Ақылым сол, ниетіңе жет. Бұйырса бұның барлығы өткінші ғой. Болып жатқан қиындықтың барлығы сынақ. Аха, әлі ақ күшті өмір сүреміз. Ақылым сол. Мам, Ал, қызым. біздің жағадан көшіп келген көршілерді білесіз ба? Иә, оларға не болыпты? Соның Аружан деген қызы менің сыныптасым. Олар да біз сияқты үшеу екен. Иә, сосын? Олардың әкелері жоқ екен. Жағдайлары мәз емес сияқты. Ой, жандарым-ай. Аружан үнемі өзін шектеп жүреді. Анасының ақшасы аз деп. Папа жоқ болса қиын екен ғой, Папамыздың барына шүкір. Иә, өмірде неше түрлі тағдырлар бар ғой, қызым. Келдіңдер ме? Мам, сонша ұзын список жазып жіберіпсіз ғой. Папа екеуміз әрең түгелдеп шықтық, магнумның бәрін шарлап. Иә, қызым, мамаңа рахат болды ғой, үйде отырып алып, анан әкел, мынаны әкел деп бізді жұмсап отыратын. Қойшы, қайдағын айтпай. Қарап ал, бәрі түгел ма? Иә, түгел, бірақ не ғой, Ренат? Тағы не болды? Көкөніс бітіп қалып еді, әкеп берші. Кеше ғана алып келдім ғой. Дана не істеп отырсың сен? Соларды шірітіп, далаға тастап жатқан жоқсың ба? Ысырап етіп. Жоға, таусылып қалды енді. Көріп тұрсың ғой, балалар да өсіп қалды. Енді ертерек айтпайсың ба? Қайта-қайта адамды әуре қылып. Кешір шон. Әкеп берші. Жарайды. Алыңыз, ауласы бірдің, ауасы бір дейді. Мен де анамын, әйелмін, түсінем. Жоқ, қажет емес. Қоя беріңізші, Дана ханым. Алыңыз деймін, өтінем, қолымды қайтармаңызшы. Кішкене ыңғайсыз екен. Ыңғайсыз ештеңесі жоқ. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Алыңыз. Рахмет сізге көп-көп. Қаш жоқ. Сау болыңыз.
Міне, ал. Тағы да тарат сол жұртқа. Не болды? Ештеңе болған жоқ. Сол күйеуің жүрсін, аздан кешке дейін далада сандалып. Ал сен тарат, бәріне тарат. 4 күнге бар. Баяғыда әкем айтушы еді, еркекті бар қылатын да ел, жоқ қылатын да ел деп. Ринат, тоқташ. Бәрін дұрыстап түсіндіріп берейін. Түсіндіретін ештеңкесі жоқ. Өмірде өзін тиім тауып жұмыс істемеген екен осы да. Не дейсің? Сонда сен мені асырағанды міндет етіп тұрсың ба? Егер сен қадіріне жететін болсан, мен міндет етпес едім. Ринат, ол жұмысты мен де жасай аламын. Құдайға шүкір, әке-шешем оқытты, сауатым бар. Мынау тірлігін сауатты адамның тірлігі емес қой. Сонда бүткіл уақытымды балаларымыздың тәрбиесіне, үй шаруасына, сенің көңіліңе қарап келе жатқандағы естіген сөзім осы ма? Сенің үйде белің ауырып жасайтын тірлік жоқ. Жұрттың әйелдері жүр ғой, бәріне үлгеріп. Дана деймін. Не? Сен маған өйтіп мінезін көрсетпей қойшы, Нең бар менде? Жата берші. Не болды сонша? Бір сөзге бола. Төбем ойылып қалды ма? Сен өзі менімен қалай сөйлесетін болғансың? Ринат, шынымен үйде отырған әйелдердің қадірі болмайды деген рас ау осы? Ой, бастамаш. Не бастамаш? Сен бүгін бүткіл өмірімнің мәнін шайқап жібергеніңді білесің бе? Не істептім сонша? Мен өмірімді сендерге арнадым. Ал сен соның барлығын бір тиынға айналдырып отырсың. Дана, енді өтірік емес қой. Тапқан табыстарды жинаудың орнына шашып жатсың. Тапқан табысыңды бізге міндет қылудың қажеті жоқ. Осы мені көрсендер ақша көргендей боласыңдар ау, білгендерін істеңдерші. Мам, қайда бара жатсыз? Сонда таңғы ас ішпейміз бе? Таң атпай қайда бара жатсың? Пап, сіздер ренжісіп қалдыңыздар ма? Шайларыңды өздерің қойып іше беріңдер. Менің қолым бос емес. Қайда бара жатсың, айтса енді. Дана бұл үйдің үй қызметшісі емес. Менің бір түсінгенім, ақша таппайтын адамның бұл үйде қадірі жоқ екен. Сен әлі қоймағасың ба? Я, қоймайым. Мам, бізге не болды? Әке ренжітті ма сізді? Сәлеметсіз ағай, анам жеттін пісіреді, алыңыздар. О, ниет қабыл болсын. Әмин ағай, мынау сізге. Маған ба, бұл не? Апайымыз әлемдегі ең мейірімді адамға хат жазында деді, ал мен сізді таңдадым. Мені ма? Не үшін? Сау болыңыз ағай. Саламатсыз ба? Біздің өміріміздегі ең мейірімді жан. Сіз мен үшін қаһармансыз. Немесе мен сізді аспаннан әкетайымның бізге жіберген қорғаушы деп ойлаймын.
Ағай, сіз білесіз ба? Сіздің ана жолы берген ақшаңыз менің анамның кредитін жабуға үлкен көмек болды. Ол қарызының уақытында жаппағанда анама банктен бір апайлар звондап ұрсушы еді. Сосын мамамның көңіл күйі бұзылатын еді. Сосын бар ғой, сіздер үнемі бізге тура керек кезіне көмекке келесіздер. Дәл мультиктегі қаһарманда сияқты. Ана жолы да үйде тым азық-түлік қалмап еді ғой. Бір кезде Дана тәте сіз әкелген азық-түліктің жартысын бізбен бөлісті. Солай ақшасымен де бөлісті. Дана тәте күйеуімен береке берсін. Ол ақшаны жақсы табады деді. Демек сіз көп жұмыс жасайтын, еңбекқор, мейірімді адамсыз ғой. Сіздің арқаңызда Дана әпке бізге де көмектесті. Алло, Ренат. Ақша салам деп едің ғой. Қалаға шығып баратыр едің? Қазір. О, түсіпті. Рахмет. Артығымен салыпсың ғой. Айтпақшы, мен жазған заттарды ұмытпашы, иә? Күнің сәтті өтсін, жаным. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мен көрші едім. Иә, балаларымыз сыныптас қой. Жаңадан көшіп келдіңіздер ғой дейм, иә? Иә, сол пәтер жалдап тұрмыз. Үйге кіріңіз. Жоқ, рахмет. Кішкене ыңғайсыз болып тұр еді негізі. Тыныштық па? Негізі шынымен ыңғайсыз болып тұр. Сол сіз көрші болғаннан кейін амалсыздан келіп тұрғам ғой. Біздің пәтер аққа кішкене ақша жетпей тұрған еді, соған 30 000 теңге қарызға бере тұрасыз ба? Түсінем ғой. Иә, бар менде. Жаңа ғана күйеуімнен алған едім. Нөміріңізді айтыңыз. Рахмет, кішкене ұят болды. Дегенмен рахмет сізге. Ештеңе етпейді. Сосын бар ғой, өткен жолы Балжан мен Кәусарға менің мағам Нұрасыл көмектескен еді. Сол кішкентай көмекке бола бізге күшті сыйлықтай беріп жіберіпсіз ғой. Папам кеткен соң ондай сыйлықты алмадық. Ол менің келе жатқан туған күніме мықты сыйлық болды. Қатты қуандым. Біз барам дегенше магазинді жауып кететін болды ғой. Иә, кеш болып кетті. Оның үстінен баруға да қорқып тұрмын. Енді не істейміз? Нұрасыл, арғы беттегі магазин ашық па? Иә, не болып қалды? Нан алуға шыққанбыз. Енді баруға қорқып тұрмыз. Бізбен бірге барып келесің бе? Қыздар, нанды онда сендер ала салыңдар, дала суық. Ал сен ше? Мен оның орнына басқасын алып келе саларым, үйлеріңе кіре беріңдер. Көп рахмет саған, Нұрасыл. Мам, Ау, қызым. біздің көрші Нұрасыл ше таза джентльмен екен ғой. Қойш, не үшін? Нанын бізге бере салып, арғы дүкенге қайттан кетті. Бізге жаурамай үйлеріңе кіре беріңдер деп. Наны қара, ал сендер ол нанның ақшасын беріңдер ме? Я, нашым, беріп едік, бірақ оны алмай қойды. Ой, олардың артық ақшалары жоқ еді ғой. Ұят болды. Мейлі, кіріңдер. Сәлем, қалайсыздар? Сәлеметсіз, Дана тәте. Келіңіз. Әлгі мен үйде отырып, сайттардан заказ беріп заттар сатамын. Оны қазір алуға менде ақша болмай тұр. Жоқ. Балаларға сыйлық алып келдім. Көңіл ғой. Мерекенің алдында жолдасым балдарға алдыртқан, артығымен келіпті. Жоқ, қажет емес, мен ала алмаймын, оны ренжімеңізші. Онсыз да сізге қарызбын. Жоқ, бұны сіз көршіңіздің ықыласы деп санаңыз. Кеше Нұрасыл қыздарға жомарттық жасапты. Сондай риза болдым. Ой, ол жай нәрсе ғой, әпке. Жоқ, ол жай нәрсе емес, жомарттық қой ол деген. Өз басым қатты қуандым. Енді сіздер көршілеріңіздің сыйын қабыл алыңыздар. Рахмет сізге. Сіз де жомарт екенсіз. Мам, мен онда Дана әпкеге саған шығарым. Жанымыз. Кіріңіз үйге. Сізге Алла разы болсын. Осы пәтерге көшіп келгелі бізде бәрі жақсы. Себебі бізге көмектесетін сіздер барсыздар. Анамның да біраз проблемасы азайды. Түнде жыламайтын болды. Сіздер үшін Құдайдан көп жақсылық пен денсаулық тілеймін. Сосын сіз күшті папа екенсіз. Балаларыңыздан ештеңе аямайды екенсіз. Тура менің аспандағы ұшып кеткен әкем сияқты.
Ашаңыз бұдан да көп бола берсін ағай. Ізгі ниетпен кішкентай көршіңіз Айман. Не болды? Тыныштық па? Түрің бұзылып кетті, Ринат. Кешірші мен. Сен де мені кешірші. Өзің де түсініп тұрсың ғой. Байғұс әйел бала шағасымен жесір қалған екен. Көріп тұрып шыдай алмадым. Әкелген заттарының жартысын беріп тұрдым. Білем, саған айтпағаным дұрыс болмады. Менің несібем де берекем де сен екенсің ғой. Дүние табам деп жақсылық жасауды, садақа беруді ұмытыппын. Оның орнын сен толтырып жүр екенсің. Ринат, сұраушылардан емес, берушілерден болайықшы. Әрдайым Алла көмек сұрап келгендерге қиналмай көмектесетіндей жағдайға жеткізсін деп тілейік. Айтқаның келсін. Дана, сен өте ақылды елсің. Үйіміздің берекесін кіргізіп жүрген сенсің. Жүр, шай ішейік. Кеттік. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.